Қайырлы күн оқушылар, бүгінгі тақырып кірістірілген функциялар. Excel программасында стандартты функцияларды орындау үшін 400-ден астам кірістірілген функциялар қолданылады. Функцияны енгізу теңдік белгісімен басталады. Теңдік белгісін басқаннан кейін меню қатарында формула бөліміне барып, ставить функцию батырмасын басқан кезде бізде терезе пайда болады. Көріп отырғандарыңыздай категория бөлімінде 12 категория қарастырылған. Бұл біріншісі соңғы пайдаланылған 10 функция: финанстық, уақыт және мерзім, математикалық, статистикалық, сілтемелер және массивтер, мәліметтер базасымен жұмыс жасау, текстік, логикалық және қасиеттер мен мәндерді тексеру, инженерлік, аналитикалық болып бөлінеді. Қандай да бір категорияны таңдаған кезде астындағы функция бөлімі де өзгеріп отырады. Өзіңізге қажетті категория мен функцияны таңдап ОК батырмасын басқан кезде сол функциямен жұмыс жасай аласыз. Ал бүгінгі сабақта біз статистикалық функциялармен жұмыс жасайтын боламыз. Яғни статистикалық категориямен жұмыс жасайтын боламыз. Ол кезде маған 3 мән керек болады. Теңдік белгісін басып, 3 мәнді белгілеп, яғни орта үшеуінің қосындысын табуым керек. Ол үшін мен аптасума батырмасын басқан кезде 3 санның маған қосындысын тауып берді, мәнін шығарып берді. Енді осы берілген сандардың мен орта мәнін тапқым келеді. Орта мәнін. Ол үшін аптасуманың ішінде среднейін басам, сол кезде 37 деген санды көрсетіп тұр. Енді осы берілген сандардың ішінен мен ең үлкен мәнді тапқым келеді. Яғни ол кезде мен максимум батырмасын басамын. Сол кезде осы сандардың ішіндегі ең үлкені 74 саны екенін көрсетіп тұр. Ал минимумын тапқым келсе бұл мәндердің ішінен, онда барлық сандарды, яғни мәндерді ерекшелеп, аптасума бөлімінің ішіне минимум батырмасын басам. Сол кезде маған осы сандардың ішіндегі ең кішісі 15 саны екенін айқын көрсетіп тұр. Тыңдағандарыңызға рахмет, сабақ түсінікті болды деп ойлаймын.